Ресей президенті Владимир Путин сейсенбіде Қырым жағалауындағы Қара теңіздің астына түсті. Ол византиялық болуы мүмкін деген көне кемелердің қалдықтарын қарап шығып, өзінің суасты саяхатына қатысуын, адамдардың ел тарихына деген қызығушылығын арттыра түседі деп атады. Осы арада Украина сыртқы істер министрлігі Ресейдегі әріптестеріне Ресей Федерациясының жоғарғы басшылығының Қырым мен Севастопольге баруына келіспеушіліктерін білдіретін нота жіберді. Жауап ретінде Ресей Федерациясының сыртқы істер министрлігі сапарды елдің ішкі шаруасы деп атады. Осыған дейін Украина президенті Петр Порошенко Путиннің Қырымға саяхатын Донбастағы жағдайды өршіте береді деп бағалаған еді. Туризмді дамытуға арналған 3 күндік саяхатында Ресей президентінің жанында елдің үкімет басшысы Дмитрий Медведев, Кремль әкімшілігінің басшысы Сергей Иванов, спикер Валентина Матвиенко және қорғаныс министрінің басшысы Сергей Шойгу болды. Араб мемлекеттердің лигасы ислам мемлекеті террористік тобымен күресте Ливияға әскери көмек көрсетуге шақырды. Бұл туралы Каирде Лига кеңесінің төтенше отырысынан кейін таратылған мәлімдемеде жазылған. Құжатта араб елдерінің Ливияға әскери көмек көрсетуде және терроризмге қарсы күресте ортақ стратегия қабылдаулары қажеттігі атап өтілген. Лига ірі державалардың көмегіне мұқтаж. Бірақ қазір араб елдері Ирак, Сирия және Йеменнің мәселелерін қарап жатыр. Сондықтан Ливияның көмек сұрауы мерзімнен тыс болды деген пікірде ливиялық сарапшылар. Қазіргі уақытта Ливияның барлық дерлік аумағында қауіпсіздік мәселесіне байланысты абсолютті хаос орнаған. Елде екі үкімет жұмыс істейді. Каирдегі Евроньюз тілшісі Мухаммед Шейх Ибрагимнің айтуынша, араб елдерінің отырысы ислам мемлекеті террористік тобының кеңейіп кетуіне байланысты қауіптеніп отырғандығын көрсетеді. Араб мемлекеттері Европаға ескерту жасап, көмек берулерін сұрайды. Қазірдің өзінде ислам мемлекетін европалық жағажайдың келесі бетінде жатыр деп айтуға болады. Грекияның экономикалық саясат бойынша кеңесі 14 аймақтық әуежайларын Франкфурттың Фрапорт әуежайының оператор компаниясына және Сленtel тобына 40 жылға концессияға берді. Бұл туралы Bloomberg сілтеме жасап Интерфакс хабарлайды. Дереккөздің хабарлауынша консорциум грекиялық билікке 200 миллион еуро және инфляцияға енгізу ретінде 23 миллион еуро ұсынған. Фрапорт Франкфурттегі халықаралық әуежайдың операторы болып табылады. Ал әуежайдың өзі үлкендігі жөнінен Германияда бірінші, Европада үшінші орынды иеленеді.